Бүгінгі шығарылым ауыр атлетика спорт түріне арналмақ. Бүгінгі шығарылымда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, парасат құрмет ордендерінің иегері, спорт қайраткері Пак Вилори мырза ауыр атлетиканың қыр-сырын үйретеді. Бірінші, есть анатомические локтевые суставы. И вот я беру вас, допустим, қарайын. Вот я смотрю, вот у вас локтевой сустав хороший. Неге? Потому что нагрузка штанга дается мынаяққа, мынаяққа, мынаяққа. Если шамал қыс болса мынандай, көрдіңіз ба? Нагрузка бәрі мынаяққа келеді. Бірі білсе, бірі білмес. Вилори мырза еліміздің атын шартарапқа танытқан Илья Ильиннің тұңғыш жаттықтырушысы. Табандылығы мен алғырлығы жайында сөз етіп жаттықтырушы шәкірт біліктілігін биіктетті. Уже комментатор определил первое место китаец, екінші орын перепеченный, үшінші орын Низами Пашаев уже, вот самый ас. Но, говорит, остался один подход, говорит, с Казахстана, юноша, 17-летний юноша из Казахстана, Илья, говорит. Но это в области фантастики идет. Он выходит, кое-надо настроил, легче, чем 205 будет. Встает, там толкает и держит его, держит. Судья говорит, опустить, он держит, опустить, он держит, опустить, третий раз он бросит тихонько. Судья жаймен басымен қарайды, таблоға. 3 белые дает, засчитали. Эй, засмеялся. Ауыр зілтемірді көтеруде қойылған техника маңызды. Әрбір спортшы мұны жақсы білуі тиіс. Бұның қате емес екенін қалай анықтаймыз? Если мынау жаттығу дұрыс орындалған. Если мынау дажим болса, тас. Хавля. Итер. Вот таза. Көрді ме? Қол осылай қалып қойса? Иә, санамайды. Бұл саналмайды. Сыр өңірін төрткүл дүниеге танытқан ауыр атлетика. Қымбат телекөрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл шығарылым ауыр атлетика спорт түріне арналмақ. Бұл спорт түрінің қыр-сырын білгілеріңіз келсе, сәрсенбі сайын біздің бағдарламаны жіберіп алмаңыздар.